Я. Бла. Мынау сол кезде ұтылатын біліпті ғой бейшара. Бүгін де ұтыласың онда. Так, көп сөз, боқ сөз. Нағыз рэпті бастайық. Смити, a.k.a. Black Solo. Финал. Домалақ. Ал енді тыңда мұнда прикол. Бико жыртық трико. Батылдағы соңғы тректі қарсы алың Смиттиден, a.k.a. Black Solo атып шықты кенеттен. Алдыңызға келдім не, домалақ пен жекпе-жек. Туған жерім Өскемен, Өскеменде өспеген. Домалақ деген кім, домалақ деген не? Басқа жоқ па не, шынды ма не еріккен? Не жігіттер ақиқат, бәрі менің қолымда. Жақында отыртында, Смитти көздеріңді ашат. Домалақ деген адам жоқ, ол баяғы Бико. Бірінші батылда ұтылғасын бас айналған ғой. Ешқандай да жамбыл емес, шыққан жері Маңғыстау. Домалақтың артынан тығылма көріп тұр жауын. Майами, Флоридада Смитти деген рэпер бар. Дәл соған ұқсатып мен де Смитти болып жүрмін брат. Ал сенің атың болса қызық емес домалақ. Ешқандай да мәні жоқ, тіпті жараспай. Менің даусым шоқандай, сенің даусың қотақтай. Менің тамағым ауырып жүрсе де сенен жасайтам. Қайдағы жоқ позитив бітпейтін голубойсың ба не? Смитти саған үйрететінді айтала бірге. Домалақ деген адам жоқ, сол баяғы Бико. Сол баяғы Бико, сол баяғы Бико. Оғасқанның жаны ауысқан, бас айналған, отағы тұрмай қалған. Сол баяғы Бико. Домалақ деген адам жоқ, сол баяғы Бико. Сол баяғы Бико, сол баяғы Бико. Оғасқанның жаны ауысқан, бас айналған, отағы тұрмай қалған. Көз апара көтің ашылып қалды Маңғыстаулық Бико. Айтпақшы болатын да шын емес екен ғой. Аденов Нұрлыбек, сен үшін бүгін финалға шығып жүрген менде жынды кемін ғой. Туылғанда басқа аттар құрып қалды ма не? Сосын тағы айтарым, басында орысша бастадың. Миыңа ми кіріп енді қазақша рэп орындайсың. Көргенсіз екі жүзді албасты екенің рас. Сен оқитын рэп емес, вокал айтып шайып кетесің. Саған мұнда орын жоқ, алжыма Смитти ескертеді. Майкл Джексон қайтыс болды, сен артынан ересің. Сенің стиліңнің өлген жерім не дәл осы жер. Білемін сенің жұлдыздарыңды жасырма домалақ. Кани Уэсттен үлгі ал, ұқсама. Кани Уэст тек біреу, екіншісі бола алмайсың. Айтпақшы сен домалақ емессің, кәне бері тыңда. Домалақ деген адам жоқ, сол баяғы Бико. Сол баяғы Бико, сол баяғы Бико. Оғасқанның жаны ауысқан, бас айналған, отағы тұрмай қалған. Сол баяғы Бико. Домалақ деген адам жоқ, сол баяғы Бико. Сол баяғы Бико, сол баяғы Бико. Оғасқанның жаны ауысқан, бас айналған, отағы тұрмай қалған. Домалақтың өмір бойы айтқан әңгімесі менің 5 минутта оқыған рэпімнің жанында тұрмайды. Барлық күшін жинап келіп финалда менмен кездесіп істегенін қара, бұның Black Solo'дан қалыспайды. Басың стима сенің әрі тұр. Алматының жігіттері қиналмайды бәрібір. Текстерің менің 3 жасар інімнің сөзіндей. Альбом сырты әдемі, бірақ көздерің қыздың көзіндей. Қарапайым, отақтың басы қарапайымсың. Мен онда тіпті Майк Терезаның туған інісімін. Ұялмай беті бұлшитпей әдемі рэп айтамын дейді. Жамбыл деп ақтауды жатып алған паразит. Жихат тобы саған босқа уақыттарын құртып жүр. Легионға сен кірмейсің, легион деп шыңғырма. Тарлан болмаса не хауарда ешкім тыңдамайтын еді. Кіші жүздер сені аяғасын көмегін береді. Қазақтың қыздарын қатты мақтап кеткен жоқсың ба? Әңгіменің шыны керек не сенің ойыңда? Барлық балдардың ойлайтын заты тек қана бір зат. Батыс шығысты емес, кіріс шығысты ойлайсың. Қанша автотюн пайдалансаң да даусың шеріп атыр. Менің әжем білмей естіп қалу әлі шошып отыр. Тіпті осы сен өлеңді ауыз емес көтіңмен айтасың ау деймін. Бәсе неғып бейнеклип түсірмейді деймін. Аққан терде айттың, осыдан бірдеңе шыға ма деп дым шықпайтын. Біліп жүрсең неге келдің қотақ чепна батылмен ойнауға болмайды. Ал мен қуыршақ емеспін, шемішкеден шағам деп ойласаң онда қателестің. Смитти бірінші екен мойындасаң керемет. Онда двордағы балдарыңмен бірге сігіліп кет. Теңгелерді жүздеп мыңдап берсең де алмайым, себебі адамдардың бәрі сонда ақымақ па сен үшін? Осы сөздеріңе қыздардың өздері сенбейді күліп. Қалтада көк тиын жоғары. Атаң басың өтірікті тіпті айта алмайсың. Тиын жоқ деп хит ТВ-ден бір шықпа. Батыс форумдарында домалақ интервью береді. Өзі сонда жұлдыз екен, жұлдыз сияқты өмір сүреді. Өзін MC санамаса, сонда ол қалай болғаны? Өзін MC санамаса, қотағыма рэп айтады. Егер Әділқазы мен болғанда мұнда келмес едім. Финалда Гала мен Аққу жекпе-жек болатын еді. Мұнда тек MC-лер айтысады, қайтып кеткелген жеріңе көтін қышып арқаланы бостан босқа келдің. Өлетін адам олаға жүреді деген шын екен. Домалақ жалған, ойлағаны тек атақ. Тараз емес Ақтау, Жамбыл емес Маңғыстау. Қорқып қалған итти, қорқыққаны Смитти. Өзі айтқандай оған ұту әлі ерте. Ұту әлі ерте, 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 ұту әлі ерте.
ұту әлі ерте, 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 ұту әлі ерте.